Қытайлық мейрамхананың бірінде қазаннан ытып шыққан шаян қызға шабуыл жасады. Сәлем достар, сіздермен бірге News KZ арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қытайлық мейрамхананың бірінде оқыс оқиға орын алды. Мейрамханаға келушінің бірін шаян шақты деп жазады Азаттық Рух KZ. Билд жазуынша, теңіз жорғалаушылары мейрамхана қонағына тірі күйде ұсынылған. Қыз оны өзі қайнаған суға тастап, пісіріп жеуге тиіс еді. Алайда тынық мұхиты шаянын таяқшаларымен ұстаған кезде шаян ытып шығып қыздың білегіне жабысып шағып алады. Даяшылар теңіз жорғалаушысын қыздың қолынан жұлып алуға тырысқан. Шаянның қыздың қолына мықтап жабысқаны сонша, оны ажырату оңайға түспеді. Қыз айқайлап жылаған. Қазір оның халі белгісіз.